Табиғаттағы су айналымы. Табиғатта су жердің беткі қабатынан, гидросферадан атмосфераға көтеріліп, одан кері қайтып, үздіксіз қозғалады. Бұл булану конденсация, жауын-шашынның түсуімен су ағыны үдерістері арқылы жүреді. Күн сәулесі су қоймалардың бетін қыздырады. Судың беткі бөлігі буланып жоғары көтеріледі. Бу ауаның салқын қабатына көтерілгенде бірігіп, бұлтқа айналады. Салқындаған бу, жауын-шашын түрінде құрлыққа қайта түседі. Жауын-шашын өзен, көл, теңіз және мұхиттардың суын толықтырады. Біраз бөлігі топыраққа сіңіп, өсімдіктерді қоректендіреді. Тағы бір бөлігі жер қыртысының қабаттарынан өтіп, сүзіліп, тазарып, жерасты суын құрайды. Жерасты суы бұлақ болып қайта ағып шығып, өзен көлдерге қосылады. Жер бетін күн қыздырғанда су қайтадан буланып ауаға көтеріледі. Судың осындай қозғалысы табиғаттағы су айналымы деп аталады. Есте сақта. Мұхит, теңіз, көл, өзен, мұздық, жерасты суы мен атмосфера суының барлығы табиғаттағы су айналымына қатысады.